Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай демалыс күндері үйде болғандықтан түскі асқа, кешкі асқа өстіп үй жағдайында котлеттер жасасаңыздар болады. Бізге керегі картоп бізге гарнирге керек. Гарнирге әртүрлі нәрселерді қолдансаңыздар болады, күріш, гречка секілді. Мен картоп қолдандым. Және де өстіп сәбізіміз бен пиязымызды турап аламыз, жіңішке етіп, ұзынша етіп. Үккіш болса, сәбізді үккіштен өткізіп алсаңыздар да болады. Одан кейін қызып тұрған майларыңызға салып, жылтырап сарғыш болғанша пісіріп аласыздар. Пісіріп алғаннан кейін мінекей өзі белгілі болады. Сарғыш болып пісіп шыққан кезде томат пасталарыңызды салып, үстіне су құйып қайнатып қоясыздар. Бұл бізге котлетімізді пісіру үшін қажет. Суды көп құймайсыздар, 100-150 грамм шамасында құясыздар. Котлеттеріңіздің мөлшеріне байланысты. Өстіп су қайнағанша қойып қоясыздар. Су қайнағаннан кейін астын басып қойсаңыздар болады. Енді котлетімізді жасаймыз. Бізге ет тартқыштан өткізілген етіміз керек. Одан кейін кептірілген нанымыз керек осылай. Одан кейін бір жұмыртқа қосамыз, және де әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мысалы, қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұздарыңызды қосып араластырасыздар. Мен бұл жерге пияз, картоп, сәбізде қосып жібердім. Одан кейін өстіп бәрін араластырғаннан кейін домалақша етіп бір қалыпқа келтіріп аламыз. Одан кейін ұнға аунатып, осылай қызып тұрған майда бір қуырып алатын боламыз. Өйткені қазір суға пісіргенде сырты езіліп кетпес үшін осылай бір қуырып жібереміз. Мінекей суымызды қайнап дайын тұр. Осылай қазанымызға салып котлеттерімізді 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Сол кезде іші де пісіп, сочный болып шығатын болады. Ол кезде сіздер пюрелеріңізді дайындап алсаңыздар болады. Міне өстіп салып бере бересіздер. Өте дәмді шықты, жасап көріңіздер.